Ассаламу алейкум, қадірлі Казспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда көкпардан ересектер арасындағы 17-ші Қазақстан Республикасының чемпионаты. Алматы қаласында өткен бұл бәсекенің біз бүгін 12-ші ойынын сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Алаңда дәл осы жергілікті Алматы қаласының командасы мен Солтүстік Қазақстан облысының құрамасы бақ сынайды. Алматылықтар туларын желбіретіп, Ақылбек Қымызбаевтың бастауымен шықты. Тартысты бәсекеде ойын көркін қыздыратын қос команданың сапын таныстырайық. Әуелі Алматыдан бастаймыз. Бірінші нөмірдегі команданың капитаны Алматы қаласының Ақылбек Қымызбаев міне сіздердің назарларыңызда. Екінші нөмірде Серік Жүнісбаев, үшінші нөмірде Нұрлан Бейсенбаев, төртінші нөмірде Йылдос Өркен, бесінші нөмірде Дулат Батырбеков, алтыншы нөмірде Мадияр Сейдуалиев, жетінші нөмірде Дулат Есенбергенов, сегізінші нөмірде Айтбек Нартай, тоғызда Жантөре Әбдәлі, 10-шы нөмір Жаслан Рүстембеков, 11-ші нөмір Нұрболат Оспанов, 12-ші нөмір Шерхан Сәбден. Ал Солтүстік Қазақстан облысының құрамасы мына тізімден көрсетеді. Бірінші нөмірде Рамазан Махатов, екінші нөмірде Еркебұлан Дүйсеков, үшінші нөмірде Арлан Шәріп, төртінші нөмірде Сүйінбай Мұратов, бесінші нөмірде Абылайхан Махатов, алтыншы нөмірде Руслан Смағұлов, жетінші нөмірде Алпамыс Ысқақов, сегізінші нөмірі Алмас Зайдуллин, тоғызыншы нөмірі Вадим Любарский, 10-ші нөмірі Сұлтан Қайруллин, 11-ші нөмірі Нұрболат Шакенов, 12-ші нөмірі Бақтияр Зейнуллин. Ортадағы төреші Бақытжан Төлегенов, қапталдағы оның көмекшілері Меңдіғалиев, Жұмабеков және Бақытжан Кенжебеков. Міне осы төрт азамат бүгінгі ойынға әділ төрелігін жасайды деген үмітіміз басым, сеніміміз жоғары. Енді әдеттегідей екі команданың жігіттері бір-бірімен сәлем сауқат сұрасып, сәттілік тілескеннен кейін бәсеке өз кезегінде ортадағы төрешінің ысқырығымен басталады. Ал біз екі команданың жігіттеріне де сәттілік тілейміз. Өздеріңізбен бірге бәсекені тамашалайтын комментаторларыңыз әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен. Сонымен кіші шеңберде жатқан серкеге талас басталды. Алматы қаласының жігіттерінің жауапкершілігі өте көп. Өйткені алаң иелері қанша дегенмен өз жерлерінде чемпионатты қабылдап отыр. Дәл осы чемпионаттың аясында ұлдала ойындар бәсекесі өтеді. Финалы осыған тура келетін деп тұр. Міне алматылықтар серкенің тақымға басып шықты. Аттарының жылдамдығын қараңыздар. Өздерінің жерінде Алатаудың бөктерінде қаймықпай көсілі шауып жүрген аттарды көріп отырмыз. Бұл үшінші нөмірдегі Нұрлан Бейсенбаев. Нұрлан Бейсенбаевтың тамаша әрекетінен қандай нәтиже күтеміз, ол әзірге белгісіз. Десек те серкені тақымға басып өте тамаша өнер көрсетіп жүрген жай бар, бірақ ойын алаңының сыртына шығып кетті. Төрешінің ысқырығы да естілді, демек ортада жекпе-жек сайысы деген сөз. Бақытжан Төлегенов қазір жекпе-жекке бастаңдар деп пәрмен береді, бірақ Нұрланның жүзі жарқырайтын кез алыс емес боп көрінген, дегенмен әдемі шабуылды нәтижелі салымға ұластыра алған жоқ. Ондай сәттер әлде көп туатын шығар. Әй шіркін, атымен қосып құлап түсті ғой мынау Алматы облысының спортшысы. Дегенмен өзде тұрды, атта қайта орнынан аяғыны тік тұрды. Енді
жекпе-жек ары қарай жалғасады. Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері Серкені тақымға басып алды. Қазір тиісінше қарама-қарсы күрең қасқамен өз мәресіне қарай шабат. Атының жылдамдығын қараңыздар, тамаша, шіркін-ай. Міне тартысты бәсеке, жылдам ойын деп осыны айтса керекті. Екі команданың да қарқыны өте тамаша. Осы Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері алғашқы есепті ашатын секілді ме, қалай өзі? Петропавлдан келген көкпаршылардың тақымынан алматылықтар Серкені жұлып алған жайы бар. Жантөре Әбдәлі. Жантөре қасқа торымен мәреге қарай жақындады, бірақ Солтүстік Қазақстанның жігіттері қорғанысты өте керемет қойған. Осы қамалды бұзып жарса, онда Әбдәлінің ұрпағына салым салуға мүмкіндік бар. Көкпардың ең керемет әдістерінің бірі де бірегейді. Осы қадірлі көрермен тақымға Серкені басқан шабандозды аттың күшімен итеріп қыспаққа алып, ойын алаңының сыртына шығарып жібереді. Міне ортада қайтадан жекпе-жек сайысы басталды. Дулат Есенбергенов, Еркебұлан Дүйсеков Серкеге таласады. Еркебұлан Дүйсековтың астындағы күрең өте тамашат. Қараңыздаршы, Серкеге екі шабандоз да еңкей алмай жүр. Қазір бір орай келген кезде аттың бауырына жата қалады да Серкені жерден көтеріп тақымға басып алуға тиісті. Ат тұяғының астында жаншылық балды Серке. Міне Павлодардың палуана, кешіріңіздер, Солтүстік Қазақстан облысының палуана Еркебұлан Дүйсеков Серкені тақымға басып күреңмен бір шабуылға шықты. Еркебұлан өте жас шабандоздардың бірі, жекедері шауып келе жатыр. Атының жылдамдығын қараңыздар. Тізгінді енді тарту керек осы жерде. Салым салуға мүмкіндік бар, және бұл салым болуға тиісті. Салым. Еркебұлан Дүйсековтың қуанышында шек жоқ. Өте тамаша. Еркебұлан Дүйсеков, ардақтағы ағайын, таныстыра кетейікші. 1994 жыл туған, астындағы тұлпары Қаратал. Ойынның 7-ші минутында есеп ашып отыр. Шаңға бөгіп қалды, бірақ арасынан қарасаңыз, Серке мәре сызығының ішінде жатыр. Аттың тізгінін дер кезінде тартты ғой, осының нәтижесінде керемет салымның авторы атанып отыр. Еркебұлан қайтадан шыққан секілді. Жоқ, бұл жолы Еркебұлан емес, тақымға басқан Вадим Любарский болатын. Вадим ойынды бақылай алған жоқ. Тиісінше Серкені ойын алаңының сыртына шығарып алды. Енді ортада жекпе-жек. Өткен ойында қадірлі телекөрермен Павлодар облысы мен Ақмола облысы өнер көрсеткен кезде де терезелер тең командалар екені көрінген. Осылайша жекпе-жекте көп орын алған еді. Ақылбек Қымызбаев шықты. Осы Алматы қаласының құрама командасының капитаны, ең мықты ойыншыларының бірі, Жамбыл облысының Құланында туған. Міне шаба тартыста павлодарлықтардың мерейі үстем болды. Қолының күші көп екенін көрсетті. Павлодар облысының
Солтүстік Қазақстан облысының 9 нөмірдегі ойыншысы Вадим Любарский. Расымен де шебер ойыншы екенін көрсетіп жүр. Қанға қарамайтын ойын екенін осыны аңғаруға болады. Өзге ұлт болса да осындай тамаша өнер көрсетіп жатыр. Жалпы қазақтың көкпарымен шұғылданатын өзге ұлттардың арасында осы Вадим Любарскийдің, Александр Пупенканың, Владимир Кильдердің шоқтықтары биік. Ақылбек Қымызбаев серкен жұлып алып тақымға басып шықты және мәренің тура үстінде. Бұл салым болуға тиісті. Тамаша. Ақылбек Қымызбаев 1985 жылы туған шабандоз. Астындағы тұлпарын Ақжал деп атаған екен. Ақжал десе Ақжал. Жамбыл облысында туған. Құланның құлагер екенін айттық. Ойынның 10 минутында есеп теңестірді. Енді қызат бәсеке, қадірлі ағайын. Есеп 1-1. Екі команданың жігіттері тең ойын көрсетіп келеді. Тартысты бәсекенің куәсі боламыз. Аят деген сәл ғана жетпей қалды. Міне. Алматылық Мадияр Сайдуллаев серкен тақымға басып алған еді, бірақ одан Павлодардың ойыншысы Сұлтан Қайруллин жұлып алды. Нәтижесінде Сұлтан серкен алған күйі ойын алаңның сыртына шығып кетті. Енді ортада жекпе-жек сайысы болады. Айтбек Нұртай мен Еркебұлан Дүйсековтің арасындағы жекпе-жек. Алғашқы есепті ашқан ойынның Еркебұлан Дүйсеков дәл осы жекпе-жекте жеңіске жетіп барып салым салған естеріңізде шығар. Олай болса, сол керемет шабуылды тағы бір қайталауға мүмкіндік туып тұр қазір. Күрең қасқамен шабуылға басты. Міне бұл күрең қасқаның жылдамдығысын алатын кез. Енді қамшы салдырмай қараңыздар. Күреңнің қалай шауып бара жатқанын. Алматының жігіттері жаңа бір рет жіберіп алғаннан кейін алдын алуға тырысып жүр. Мінекей тамаша, бұл салым болуға тиісті, бірақ артында шауып келе жатқан алматылық балуанның атының аяғына тиіп серке қиыс кетті мәреден. Енді жалпы командалық тартыс басталады. Серке кімнің тақымына түсер екен? Әлде бұл сағат тұяғының астында жаншылып жатқан серкені нәтижелі шабуылға ұластырып тақымға басқан палуан көрінбеді. Ойын алаңның сыртында кетті. Әрине екі команданың жігіттері де бұл серкені ұстағанның қолында, істегеннің аузында қалдырғысы келмейді. Сондықтан барынша өздеріне алғысы бар. Осы себепті де жан беріп, жан алып ойнап жатыр. Павлодар облысының салымды болған шабандозы Еркебұлан Дүйсеков қайтадан серкені өз тақымына басып алған. Бұл күреңнің жылдамдығы өте тамаша. Қамшы салдырмайтын аттардың бірі. Алдын бөгіп алматылықтар келді. Қаумалап жан-жақтан Еркебұланның тақымдағы серкені тартып алғысы келеді. Қалай болар екен? Ортадағы төреші Бақшан Төлеген де бақылап жүр. Міне, алматылық жігіттер
сом білектерімен Серкені суырып алды тақымынан. Осылайша өз тақымдарына басқан. Енді шабуылға қайта көшті. Жаңа ғана Серке павлодарлықтарды енді Алматының жігіттері қайта алды. Айтбек Нартай тақымына Серкені басқан. Ақылбек Қымызбаевқа ұзатып бергісі келіп еді Серкені. Аттың тізгінін осылай тарту керек. Міне тамаша. Қараңыздаршы. Көкпар алаңның жиегінде қайтқан сәтті көрдік. Бүкіл солтүстік Қазақстанның жігіттері айналасында жүр. Тақымнан шығарып алмаса болды. Міне тарт. Тамаша шабуыл, бірақ алдына өңгеріп келе жатыр. Мұндай сәтте жұлып алып өтуге мүмкіндік бар алматылықтарға. Мәреге келді. Шаба тартыспен жетті. Тақымға басып алған екен. Ешкімге берер емес. Міне алып келген сәті, бірақ мәреге жетпей қалды. Мұндай сәт тамаша пайдалану керек. Керемет, солтүстік Қазақстанның жігіттері есепті еселеді. 2-1. Сұлтан Қайруллин 1996 жыл туған шабандоз. Астындағы тұлпарын бұл жігітте Ақжал деп атапты. Ақылбек Қымызбаевтың аты да, мұның да аты Ақжал. Екеуінің де жалдары ақ расымен де. Ойынның бірінші кезеңінің соңғы сәтінде мәре сызығының жиегінде қалып қойған Серкені сүйреп апарып мәренің ортасына тастады. Солтүстік Қазақстан жігіттерінің қуанышында шек болған жоқ. Әрбір салым сайын қамшыны аспанға көтеріп, бөркін көкке атуға дайын тұр. Ойын алаңның сыртына шығып кетті Серке, бірақ ортада жекпе-жек болмайды, өйткені бірінші кезеңге берілген уақыт аяқталды. Есеп 2-1 солтүстік Қазақстан облысының пайдасында. Арнамызға енді ғана қосылған көрермендерге айта кетейік. Бұл көкпардан Қазақстан Республикасының 17-ші чемпионаты. Чемпионат барысындағы іріктеу кезеңдерінде Алматы қаласының көкпар командасы мен Солтүстік Қазақстан облысының құрамасы өзара бақ сынап жатыр. Қазір Серкені Мадияр Сейдуалиев тақымға басқан. Алматы қаласының ойыншысы. Мәреге жалғыз өз шауып келе жатыр. Ақылбек Қымызбаев қазір Серкені алды. Ақылбектің орындауында келесі салым. Өте тамаша. Ақылбек Қымызбаев осымен қатарынан 2 салым салып отыр. Есепті теңестірді. Бірінші Солтүстік Қазақстан салды, ең алғашқы есепті. Одан кейін Ақылбек Қымызбаев теңестірген. Одан кейін Сұлтан Қайруллин қайтадан ал қоздырған солтүстік қазақстандықтарда. Тиісінше Ақылбек Қымызбаев тағы да теңестіріп кетті. Жамбылдың жампозы ойынның 25-ші минутында есепті 2-2 жеткізді. Нұрлан Бейсенбаев Серкен тақымға басқан. Естеріңізде болса, осы ойынның ең алғашқы минутында керемет шабуылды ұйымдастырған шабандоз болатын осы Нұрлан.
Нұрлан тағы да бір шабуылға басты, көрдіңіздер. Жеке-дара шауып шығып кеткен. Ақылбек Қымызбаев қазір командалық әріптесіне мүмкіндік жасап жүр. Жалғыз өзі келіп мәреге тастаған сәті. Бұл әрине салым болуға тиісті. Нұрлан Бейсенбаев, қадірлі телегөрермен, 1986 жыл туған, астындағы тұлпары Бесқасқа. Алматы қаласының ойыншысы, міне ойынның 26 минутында есепті еселеді. Осылайша алматылықтар енді алғозды. Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері есеп теңестіруге мүмкіндік алар ма екен? Көреміз енді оны. Есеп 3-2 алматылықтардың пайдасында. Осыдан 6 минут бұрын Солтүстік Қазақстанның жігіттері топ бастап тұреді. Қайтадан алматылықтар көшбасына шықты. Міне тартысты бәсеке деген осы. Тағы да Алматының жігіттері. Алматының жігіттерінің екінші тынысы асылғандай. Қайта-қайта Серкенің тақымдарына басып алып жатыр. Шауып келіп, аттың екпінін баспастан Серкені өздеріне алып алып, шабуыл ұйымдастырып жатқан жайы бар. Жантөре Әбдәлі мен Еркебұлан Дүйсековтың арасындағы кезекті жекпе-жек. Еркебұлан Дүйсеков жекпе-жекте жеңілмеген жігіттердің қатарында. Міне, тағы да мерей үстем болған сәтті көріп отырмыз. Серкен тақымға басып алып та аттың алқымынан аударып барып, сол жағына қарай баста. Мінекей, шабуылға шыққан сәтті көріп отырмыз. Еркебұлан Дүйсековтың бұл аты өте жылдам, өздеріңіз жақсы білетіндей. Жеке-дара шауып келе жатыр. Тізгінді қалай бұрады десеңізші. Мәренің тура түбіне келді. Бұл салым болуға тиісті. Салым. Есеп теңесті, қадірлі телегөрермен. 3-3, міне тартысты бәсеке. Солтүстік Қазақстан облысының жігіттері ерлік бетті. Қандай тамаша салым салып отыр. Есеп 3-3. Екі команданың жігіттері де кезек-кезек, алма-кезек салыммен алмасып жатыр. Бұл да барлық өңірлердің бір-бірімен терезелері теңесіп қалғанын көрсетсе керекті. Серке ойын алаңның сыртына әлі де болса шыққан жоқ. Жиегінде жүр бірақ. Төрешінің қызыл жалауы көтерілді. Нәтижесінде ортада жекпе-жек сайысы болады. Ортадағы жекпе-жекте Еркебұлан Дүйсеков және Жантөре Әбдәлі. Кімнің мерей үстем болатыны әзірге белгісіз. Бірақ Еркебұлан Дүйсековтың жекпе-жекте жеңілмеген айта кеткеніміз жөн. Тағы да Серкені тақымға басты. Оң қолымен Серкені алатта, сол жақ тақымға аттың алдынан айналдырып алып барып басып жатқан жайы бар. Енді бүкіл команданың жігіттеріне арпалыса беруге мүмкіндік бар. Ал кімнің қолында кетеді? Кімнің тақымына басылады екен Серке? Алматының жігіттері екінші тынысы ашылғандай көрінген. Екінші тайым басталған кезде. Бірақ Солтүстік Қазақстаннан келген саңлақтар да сасар емес. Әрбір сәт сайын өзгеріп жатыр. Міне алматылықтардың кезекті бір шабуылы және бұл тамаша салым.
Бұл да Ақылбек Қымызбаев, қадірлі телегөрермен. Ақылбек Қымызбаев 1985 жыл туған шабандоз. Астындағы аты Ақжал. Жамбыл облысының Луга бойында дүниеге келген. Сол ат заводында қызмет еткен, кезінде шабандоз боп, жакей боп, бәйгеде талай бірінші келген. Сондай туғаннан аттың жалын тартып мініп, ат құлағында ойнаған жігіт. Міне бүгінде алматылықтарға болысып, осы Алматының көкпарын дамытып жүрген Дербіс Байділдаев дейтін азамат бар. Сол кісінің қолында Ақылбек те осы Алматы қаласының көкпарын дамуына едәуір сүбелі үлес қосып жүрген жігіттердің бірі екенін айта кеткеніміз жөн шығар. Есеп 4-3, алматылықтар алға шықты. Ақылбек Қымызбаевтың дәл осы ойындағы өнері ерекше, өйткені 3-1 салымның авторы атанып отыр. Жалпы спорттың тілмен айтқанда хет-трик жасаған осы Ақылбек Қымызбаев осы ойында ортада қайтадан жекпе-жек. Кімнің абыройы асқақтайды екен? Жекпе-жектің рөлі өте маңызды көкпарда. Оның үстіне қазір қазандық жоқ. Қазанға барса да тосылып қалады ғой, қорғанып үлгереміз дейтін шама жоқ қазір. Серкен тақымға басқан жігіт әйтеуір. Салым салуға 80% жол ашылады. Мәре жерде болғандықтан тастап кетуде оңайға соғады. Тағы да Солтүстік Қазақстан облысының балуандары Серкен тақымға басты. Еркебұлан Дүйсеков расымен де бұл ойын барысындағы бүкіл жекпе-жекте жеңіске жеткен палуан ретінде есте қалатын сыңайлы. Еркебұлан Дүйсеков алғашқы есепті де осылай ашқан болатын. Еншісінде 2 салым бар палуан. Бірақ тағы бір Алматының аузын айға білеген шабандозы келді. Ақылбек Қымызбаев Серкені қайта тақымға басып алғанын көріп отырсыздар. Ақылбектің астындағы Ақжал мәренің түбіне келген кезде тоқтай қалатын аттардың бірі. Шаба тартысқа кезек береді. Кішкене сүрінеді екен Ақылбектің астындағы ат. Осының нәтижесінен тақым босап қалып жатыр кей кезде. Дегенмен әккі палуан ғой. Қайтадан басып алды. Басын жерге салып шабады екен Ақжала. Ақжалмен атойлап кеп 3 салымды салған Ақылбек 4-ші салымның авторы бола алар ма екен? Ол әрине белгісіз ғой, десек те жанкүйерлер соны қалап отқаны анық дүние. Ақылбек ойыннан тысқа шықты. Орнында басқа жігіт кірді, көрдіңіздер. Хоккейдің ережесі сияқты көкпардың ережесі осылай ауысып ойыншылардың ойын көрсетуіне мүмкіндік береді. Солтүстік Қазақстанның жігіттері Серкен тақымға басты. Ақылбектің тақымынан Серке түсіп еді. Солтүстіктің жігіттері үшін бір мүмкіндік пайда болды. Серке ойын алаңының сыртында қапталдағы төрешінің қызыл жалауы көтерілді. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Еркебұлан Дүйсеков қайта шығыпты. Жантөре Әбдәлі оның қарсыласы. Солтүстіктің жеңілмеген Еркебұланы Жантөренің төрелігінен асып түсірмекен, көрейік тағы да.
Міне, Серкені қайтадан өз тақымына басып алды. Осы Еркебұлан ерледі өзі бүгін ойында. Бүкіл жекпе-жекте жеңіске жетті. Жай жеңіске жетіп қоймайды, салым салады, өз шабуылға шығады. Міне, есепті теңестіруге мүмкіндік бар. Бірақ тартыстың қалай өрбігенін көрдіңіз. Серке ойын алаңның сыртына шығып кететін болды. Ортада енді қайтадан жекпе-жек сайысы орын алады. Бәсекенің аяқталуына небәрі 3 минутқа жуық уақыт қалды. Екі шабандоз да шаршамайды екен. Қайта-қайта ортадағы шеңберде жекпе-жекке шығып күш сынасып жатыр. Еркебұлан Дүйсеков қайтадан тағы да Серкеге еңкейген, бірақ бұл жола қарсыласына беріп қойды енді. Түсінуге болатын шығар, қанша дегенмен механизм емес, организм, сондықтан да шаршақ болады. Қайта-қайта жекпе-жекке шыға беруде қиын шаруа. Міне, Жантөре Әбдәлі Серкені тақымға басқан. Қасқа қарагермен қарсыласының мәресінің ту сыртынан айналып келейін деді. Аттың тізгінін бұрып өз мәресіне қарай баса жөнеледі. Қазір командалық әріптесіне Серкені ұзатып жіберді. 3-ші нөмірдегі Нұрлан Бейсенбаев Серкені тақымға басқан. Нұрлан Бейсенбаев та бір салым салған палуан, сондықтан бұл жігітте өте қауіпті солтүстік қазақстандықтар үшін. Көрейік, мәреге жақындаған сәтке куә болып отырмыз. Бұл салым болуға тиісті. Иә, салым өте тамаша. Осындай қалың додамен кеп салады бұл Нұрлан Бейсенбаев. Жарайсың, есеп 5-3 қадірлі телекөрермен. Алматылықтар өздеріне осылайша жеңістің нақты нүктесін қойған секілді. 1986 жылы туған шабандоз Нұрлан Бейсенбаев. Астындағы тұлпары 5 қасқа. Алматы қаласының ойыншысы ойынның 39 минутында соңғы сәттерде тағы да бір салымды болып кетті. Керемет нәтиже қадірлі көрермен. Енді қалған бірер минуттың ішінде солтүстік Қазақстанның жігіттері есепті теңестіреді деу қайдан қиын шығар. Осыншама ерлікпен жеткеннен кейін, осыншама қиындықпен көрген жеңіс болғаннан кейін алматылықтар барынша бұл атақтарын қорғайды. Осы 5 салымға жеткізбесіне барын салады. Ортада жекпе-жек сайысы. Бәсекенің аяқталуына санаулы секундтар ғана қалды, қадірлі телекөрермен. Алматылықтар жеңісімен құттықтай берсек те болатын шығар. Өйткені бұл доп емес ұшып барып мәреге түсетін Серкені апарудың өзі қаншама уақыт. Еркебұлан Дүйсеков те енді бүкіл солтүстік қазақстандықтардың үміті. Иә, Бақытжан Төлегеновтың ысқырығы естілді. Екі командаға берілген 40 минут осылайша өз мәресіне жетті. Алматылықтар жанқиярлық ерлікпен 5-3 есебімен бұл жеңісті өз пайдаларына, бұл ойынды өз пайдаларына шешті. Бұл көкпар бағдарламасы қадірлі телекөрермен. Бағдарламаның режиссерлары Руслан Дәулетов, Нұрсұлтан Темірхан. Әрдайым әрбір қазақтың шаңырағында ұлттық спорт қосылып тұрсын деген ниетіміз бар, тілегіміз бар. Жеңісті күндерде жолығайық.